Атана білмейтін қателіктер. Ешкімде іштей батыр болып тумайды. Батырлық та мінез секілді өскен орта, көрген тәрбиеге байланысты қалыптасады. Бауыржан Момышұлы. Бұл өмірде әкеңе де сенбе, балам. Кейбір атана баласын сыртқы қауіптен қалай қорғаймын деп қатты уайымдайды. Ертең мен өлсем, балама кім қамқор болады деп қорқады. Келесі буын өкілдері қатал, жауыз болады дегенді айта бергіш. Олар тіпті зардап шеккен жақын адамдарын мысал ғып келтіреді. Бір досым бала күніндегі әкесінің сынағын айтып берген еді. Әкесі баласын шкафтың төбесіне шығарып, төменнен тосып алам, секір дейді. Бірақ бала секірген кезде тосып алмайды. Бала жерге құлайды. Сонда әкесі: көрдің бе, әкеңе де сенуші болма деп үйретіпті. Бұл қылығымен әкесі не айтқысы келді? Баламды жұрттың жамандығынан қалай сақтап қалам деген ішкі үрейі, баламды жаманаттан сақтап қаламын деген ниеті ғой. Шын мәнінде баласының өзгеге сену деген сезімінің күл паршасын шығарды. Ешкімге сенім арта алмайтын адамның тағдыры қиын. Сенім арта алмайтын адамның отбасы құруы да қиындап кетеді. Бұл ата-аналардың қылығын белгілі бір деңгейде дұрыс дейін десем, олардың әрекеті баласын балалық шақта да, есейгенде де маңызды проблемалармен оңаша қалдырған. Иә, бұл өмірде жамандық түрлері де көп, жаман адамдар да баршылық. Бірақ мейірімді, жақсы адамдар жамандарға қарағанда анағұрлым көп. Оның үстіне жаманға қарағанда жақсылардың айта жүретін көп ізгілігі бар. Балаға ешкім сенбе десе, ол жолыққан әр адамнан жамандық келетіндей күдікшіл болады. Жаман адамдар қашан маған жамандық жасайды деп айналасына үрейленіп қарайды. Бұл үрей іс-әрекетіне де әсер етуі мүмкін. Әр адам маған жамандық жасайды деп санайтын баланың психологиясы жыртқыш аңдарға толы орманда жалғыз қалған адамның психологиясына ұқсас. Адамды қасқыр деп санайтын адам іштей өте мазасыз, пессимист, сенімсіз және бақытсыз. Бұл оның ақыл ойын өсірмейді. Тіпті денесінің шынығуына, өсуіне де зиянын келтіреді. Дамудың барлық саласына жанама әсер ететін бұл жағдай баланың өмірінде өшпес із қалдырады. Осындай психологияда өскен баланың ең басты ерекшелігі, олар үнемі мазасыз боп, жүйкесі сыр бергіш болады. Жұмысы, көздеген мақсатты ойлағандай дұрыс болмаса, үнемі өзгелерді айыптайды. Бақытты болу үшін сүю керек. Сүю үшін сену керек. Бақытты болу сүйіспеншілік пен сенімнен құралады. Сенім жоғалған қарым-қатынаста махаббат жоқ. Ол бақытсыздыққа апарады. Психология саласындағы зерттеулерге қарасақ, сенімділік сезімі дамымаған балалар стресстік жағдайларда көбірек қиналады. Яғни олар кез келген жағдайда бақытсыз. Әрине, балалар зардап шекпеуі тиіс. Өз құқықтарын қорғауы керек. Бірақ барлық адамға қауіп төндіру арқылы игі түсінік қалыптастыруға болмайды. Мұндай түсінікпен олар параноид және бақытсыз адамдарға айналады. Тіпті ата-анасы мен бауырларына да сенбейтін боп қалады. Бұл өмірде әкеңе де сенуші болма деген сөз параноидтардың ұраны. Баланы қорғау үшін оған дұрыс пен бұрысты ажыратуды үйрету керек. Бетпе-бет келетін іс-әрекетті осы қабілетімен таразылай алуы тиіс. Кімге сенуге болатынын, кімге сенуге болмайтынын аңғарып, өзі үшін дұрыс шешімдер қабылдай алуы керек. Баласына өмірде ешкімге сенбеу қажет дегенді үнемі миына құятын ата-ананың іс-әрекетіне қарасақ, олар да ешкімге сенбейтінін байқауға болады.
Тіпті өз баласына да сенбейтін қылықтар жасайды. Яғни туған әкесі болса да, балаларына сенбейді. Бұл сенбеуін балалары жіті бақылап өседі. Ақырында нәтижесі де мінсіз шығады. Сенім арту сезімі адамдардың бір-бірін бағалап, қолдап, қуаттаған кездерінде көрініс береді. Мұндай ата-ананың сенім артуы жасанды. Балаға сенгендей көрінгенімен, шын туайтында сенбей тұрады. Бұл дүниеде ешкімге сенбе деп үйреткен баласы, кейін өздеріне де сенбейтін болады. Себебі бұл балалар қорқыныш, реніш, қайғы, жек көрушілік, жалғыздық, жалығу, күмән, санадағы тәртіпсіздік, босаңсуды сезінетін адамдарға айналады. Бұл сезімдер өз-өзін бағалауына нұқсан келтіреді, және өз-өзін бағалауына зардабын тигізеді. Сенімсіз өскен бала жаман әдеттерге бейім болады. Естіген, білген ақпараттың бәріне күмәнданады. Олар елдің бәрі мен алдап кетеді деумен қарым-қатынастың барлығын жамандыққа бұрмалайды. Үнемі жүйкесі жұқарып жүреді. Өзіне деген сенімі болмаса, бала айналасынан биік қабырғалар тұрғызып, адамдардан қашып, өмірін қиындатады. Рационалды шешім қабылдай алмайды. Үйленгенде әйелін шектен тыс қызғанатын, қит етсе тарпа бас салатын бейәдеп қылықтарға баруы мүмкін. Адамдардан баласының көңілін суытқан ата-ана оған ең үлкен жамандықты жасағаны. Себебі бұл баланың елмен қарым-қатынас орнатуы қиындай бермек. Ешкімге тепе-теңдік ұстайтын адам деп қарамайды. Адамдардың әрекетінен тек негатив көргіш болады. Сонысын дәлелдеп әлекке түседі. Бала тәрбиесінде негізі адамдарға сену қажетін, орынсыз күдікке берілмеуді, танымаған кісілерге бейтарап қалуды үйреткен дұрыс. Жақын танығанға дейін сенім арту, не күдіктенудің дұрыс болмайтынын білдірген жөн. Адамдардың жағымды әрі жағымсыз жақтары бар. Мұндай жағдайда позитивті қырына назар аударған дұрыс. Сонда екеуара қарым-қатынаста жол ашылады. Ол адамның өзімен тілдескенде жақсы қырларын тануға мүмкіндік туады.